Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге элементарный каналы. Бүгін біз математика 84-ші сабақ және 10-15-ші бетті өтетін боламыз. Онда біз көп созбай бастайық. Бірінші тапсырма: өрнектерді мәніне сәйкестендіріп мүсіндер қандай материалдан жасалған анықта. Металл 200 көбейт 3 азайту 300, 200-ді көбейтеміз 3-ге 600, 600-ден азайтамыз 300-ді. Сонда бізде 300 болады. Сонда бізде металлдан жасалған ескерткіші ол Қарасай батыр. Біріншісі тас, екіншісі ағаш, үшіншісі металл болады. Бұл дұрыс жауабы. Мен барлық есептің жауабының бәрі дұрыс. Сондықтан сендер тезірек көшіріп алыңдар. Екінші тапсырма: қорапқа 12 қарындашты 6 данадан бөліп сал дейді. Бізге кішкене үлгі беріліпті. Мына жерде ол үшін қанша қорап қажет болады? 5 санының құрамында 6 неше рет бар? 5 санның құрамында 6 саны жоқ, яғни 0. Онда 2 қорап, себебі шешуінде 12-ні бөлеміз 6-ға тең. 2 тексеру: 2-ні көбейтеміз 6-ға тең болады 12. Оқушылар, бұл жерде бізге кішкене үлгі беріліпті. Мен бұл үлгіге қарап осы асын шығардым. Осылай бізде оңай есептер екен. Келесі бізде әсі мен басы бар. Әсі 2 қорап 2 қалдық, себебі шешуінде 14-ті бөлеміз 6-ға тең. 2 және 2 қалдық. Оны тексеру: 2-ні көбейтеміз 6-ға, қосамыз 2. 2-ні 6-ға көбейтсек 12, 12 2-ні қоссақ 14. Әсіне қорапқа 14 қарындашты 6-дан бөліп сал деген. Біз әсіне осылай 2 қорапқа салынады. Басы 0 қорап. Бұл бізде беріліп қойыпты, бірақ мен сендерге жаздым. Шешуі: 5-ті бөлеміз 6-ға. Бізде 5-те 6 жоқ, сондықтан 0 дейміз және 6 қалдық. Тексеру: 0-ді көбейтеміз 6-ға, қосамыз 5 тең 5. 0 себебі 0-ді біз 6-ға көбейтсек 0. Себебі біз барлық санды 0-ге көбейтсек ол 0 болады. Енді 0-ді қосамыз 5-ге. Енді 0 деген ешқандай сан емес қой. Сондықтан 5. Тапсырма: Асы көркем еңбек сабағына балалар 20 қояннан мүсін жасады. Олар әр қатарға 9-дан қойды. Қанша қатар шықты? Қанша мүсін артылып қалды? Асы 20-ны бөлеміз 9-ға. Бізде 2 болады. 2 қалдық қалады. Оқушылар, мен стоп жазғым келгендіктен осылай жаздым. Стоп сразу жаза салдым. 4-ші тапсырма: қалдықпен бөлуді орында және оны тексер. Біріншісі 4 және 1 қалдық. 9 4 қалдық. 9 1 қалдық. 9 және 1 қалдық. 8 және 1 4 қалдық. 9 және 7 қалдық. 2 1 қалдық. 1 және 1 қалдық. 12 қалдық. Кейін 3 15 қалдық. 1 және 1 қалдық. 1 соңғысы бізде 1 жауабы және де 1 қалдық қалады. Келесі біз 5-ші тапсырманы шығарамыз. Есепті шығар. Ағашты мүсін жасау үшін орманның 43 бөліне әкелу қажет. Мәшинеге 4 бөлінуден артық салуға болмайды. Барлық бөліне әкелу үшін орманға неше рет баруға тура келеді? 43-ті 4-ге бөлеміз 10 және 3 қалдық қалады. Оны тексеру үшін 10-ды көбейтеміз 4-ге. 40 қосамыз 3-те тең 43. Сонда бізде 4 бөлінуден 10 рет барады, ал 3 бөлінуден алу үшін 1 рет барады. Келесі 6-шы тапсырма: жазуды дұрыс бөлу үшін
бос орындарға қалып қойған цифрларды жаз. Бізде қасындағы біріншісіне 2, себебі 32-ні бөлеміз 3-ке 10 және 2 қалдық қалады. Екіншісі 6 және 12. 77-ні бөлеміз 6-ға 12 және ода 5 қалдық қалады. Үшіншісі 7-ні қоямыз, себебі 47-ні бөлеміз 7-ге 6 болады және 5 қалдық қалады. Төртіншісі 4, себебі 9-ды бөлеміз 2-ге тең 4 болады және 1 қалдық қалады. Менде осылай кітапқа жазып тастапты. Бірақ мен бұған нөмірмен өзім есептерді шығардым. Сондықтан егер сендерде кітапта жазылып тұрса, сендер оны орындамаңдар. 8-ші тапсырма тиімді есепте. Бірге осындай есептер беріліпті, онда біз шығарайық. 4-ті көбейтеміз 9-ға тең 36. 4-ті көбейтеміз 10-ға азайтамыз 4-ті тең 36. Бұл біріншісі, ал екіншісі міне. 3-ті көбейтеміз 29-ға тең болады 87. 3-ті көбейтеміз 30-ға және азайтамыз 3-ті тең 87. Бұны 29-ға көбейткен сияқты бірдей, ал біріншісіндегі 9-ға көбейткен сияқты. 9-ші тапсырма абналарды орындау ретін анықтай өнетін баған түрінде жазып оларды есепте. Оқушылар мен баған түрінде жазбай тезірек жауаптарын жаза салдым. Онда мен тезірек айта кетейін. Біріншісі 638, екіншісі 134, үшіншісі 426, төртіншісі 411, бесіншісі 93, алтыншысы 71. Оқушылармен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. 10-ші тапсырма мүсіншілер бақыттыға 4 саяжолдың безендіру үшін 38 мүсін жасады. Әр саяжолдағы мүсіндер теңдей болып жатағы неше мүсін жасау керек? 34-ті бөлеміз 4-ге тең 9 және 2 қалдық. Бізге жасау керек 2 мүсін, себебі бұл бізде 2 мүсін жасау қажет. Осымен 10-шы барлық тапсырмамыз да аяқталды. Осымен сабағымыз да аяқталды, оқушылар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген сабақтарды түсіретін боламын. Сау болыңдар.